Так, магистранттар, айналайын магистранттар. Түсінемін, Түркияға түскілерің келеді, магистратураға оқуларың келеді. Жаңа жер, ел көргілерің келеді, сол жақта кішкене түрік көргілерің келеді. Бәрін түсінемін бәрін. Бірақ сіздер бармайсыздар ғой жаққа. Сіздерде жартысында бала-шаға, жартысында отработка, грантпен оқығандар. Сол себепті баратындар 1-2 адам, 100 адамның ішінен. Шыны керекші. Енді шын сұрайсыздар, бәрін айтамыз, конституцияны береміз. Бірақ енді сіздер действительно бармайсыздар. Бару үшін сіздер финансы вопрос шешу керексіздер. Өйткені Турцияда мемлекеттік университеттерде магистратура жоқ. Сразу айтам, тек қана платно оқисыздар, частный вузда бір 2000-3000 $4 шамасында. Сосын бала-шағамен барғаннан кейін сіздерге бүкіл бала-шаға ВНЖ істеу керек, дополнительный расход. Және сіздер квартира ішесіздер. Общежитие тұра алмайсыздар, квартира тұрасыздар. Расходтарыңыз көбірек, сол себепті ақшаны жинап алыңыздар. Болды, барамыз деп шешіңіздер, келіңіздер. Сүріп береміз. 2 жыл оқисыздар, диссертация жазатын болсаңыздар, диплом қорғайтын болсаңыздар. Қорғамаймыз десеңіздер, 1,5 жыл оқисыздар. Аман сен оқып шығасыздар, дипломдарыңызды аласыздар, сонымен қайтасыздар Қазақстанға. Консультация керек болса хабарласыңыздар. Бүкіл информацияны сіздерге айтып береміз, түсіндіріп береміз. Магистранттармен негізі өте жеңіл оқуға түсу. Бірақ баратындарға енді қиын, шыны керек.